Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер модный тренд каналыма. Бүгін мен сіздерге әйелдерге арналған ең сәнді шалбарлар туралы айтатын боламын. Жаңа шалбарлар 2023-2024 жылдары көктем және жаз маусым айларында өте сәнді трендтарды осы видео ролигімде сізге ұсынатын боламын. Бір кездері біздің әжелеріміз бұл шалбарларды ерлердің гардеробынан алған. Содан бері әйелдер шалбар киюге қуанышты. Тәжірибеміз көрсеткендей, юбкадан гөрі әйелдерге шалбар өте ыңғайлы. Сәнді шалбарлардың фотосуреттерін көре отырып, осы материалда соңғы трендта болып жатырған сән үлгілерін көруге болады. Ыңғайлы, стильді және тәртімді шалбарды әр қыздың гардеробынан табуға болады. Мен сізге осы трендтармен таныстырып, алдағы маусымда қандай шалбарды, сәнді шалбарларды қай уақытта қалай қолдануға болатынын көруіңізге болады. Қандай шалбар сәнде? Шалбарға қарағанда әмбебап киім табу қиын. Біз сәнді әйелдер шалбарын жазда және қыста, кеңседе және кештерде, кездесулерде және балалармен серуендеуде үнемі киеміз. Әрбір жағдайда әртүрлі стильде біз қолданамыз. Бірақ дегенмен басқа да мерекелік шараларда, мерекелік кештерде әмбебап модельдар да өте көп. 2023 жылғы сән трендтерін қарастырайық. Қандай шалбар алдағы айларда әсіресе өзекті болады? Ұзын шалбар. Сіздің аяғыңызды ұзарту керек болса, ұзын шалбар сізге керек болады. Себебі олар кен болады, өте кен, жалпақ немесе түзу болуы да мүмкін. Бірақ кез келген жағдайда олар өкшесін жабуы керек. Қысқартылған шалбар, оларды укороченный шалбар деп айтылады. Кесілген шалбар сәнді ме деген сұраққа біз иә деп жауап береміз. Аяқтары ашатын модельдер әлі де өзекті. Көбінесе олар тар етіп жасалады. Кең шалбар, свободный крой, бос түзу модельдер әмбебап болып табылады. Олар күнделікті киімге жарамды, футболкалармен, курткалармен, блузкалармен тамаша көрінеді. Осы жазда сәнді кең шалбар жібектен немесе барқыттан жасалуы мүмкін. Олар өте ыңғайлы болып табылады, өте әдемі көрінеді. Және кюлоткалар, кең шалбардың ұзын болуы міндетті емес. Қысқартылған нұсқада өте өзекті. Ол қысқартылған ұзындықпен шамадан тыс сәйкестікпен және кен аяқтарымен сипатталады. Күзде мұндай сәнді шалбарды биік етікпен киеді, жылы мезгілде лофермен, ыстық мезгілде өкшелі сандалиялармен киеді. Алау шалбары, оны клеш шалбар дейміз. 2023 жылы сәнді әйелдер шалбардың фотосуреттерін қарасаңыз, көбіне клеш шалбар өте трендке кіріп отыр. Жамбас пен кеңдірек шалбар жұқа және созылады, силуетті теңестіреді. Егер сіз осы үлгіні таңдасаңыз, қысқартылған емес, шеткілікті ұзын шалбарға артықшылық беріңіз. Джогер шалбарлары өте трендті шалбар болып табылады. Биылғы ең сәнді спорттық шалбардың бірі десек болады. Оны аяқ киіммен, кроссовкамен немесе өкшелі сандалмен де киіледі. Өте ыңғайлы болып табылады. Модельдар капюшондарымен, фуфайлармен тоқылған футболкалармен, барлық түрлермен және тоқылған топтармен тамаша үйлеседі. Төмен шалбарлар, яғни заниженная посадка, төмен қону деп аталады қазақша, орысша заниженная посадка. 2023 жыл әйелдерге арналған сәнді шалбар. 20 жыл бұрын киілген модельдерге өте қатты ұқсайды. Рас, ол кезде белі төмен шалбарлар жиі тар болды, ал қазір бос модельдер өзекті. Карго шалбарлары 2022 жылы сәнді әйелдер шалбар ағымдағы маусымға оңай көшті. Біз карго шалбарын олардың жайлылығы, күнделікті стиль үшін бағалаймыз, ал дизайнерлар оларды ультра әйелдік гардероб элементтерімен біріктіруді ұсынады. Банан шалбарлар. 2023 жылдың жазында сәнді шалбардың тағы бір нұсқасы осы банан шалбарлар деп айтуға болады. Олардың ерекше белгілері тар бел, кен аяқтар және тар түбі сіздің фигураңыздың қисықтарын жақсы атап көрсетеді және кішігірім кемшіліктерін жасырады. Банандарды көлемінде жемпірмен, тығыз футболкалармен де киюге болады. Қызықты мәліметтер көктем мен жазға арналған. Сәнді әйелдер шалбары кішкентай, бірақ мәнерлі бөлшектері бар классикалық үлгілерден ерекшеленеді. Мысалы, белде байлаулар,
төменгі жағындағы галстуктер, тоқылған белдіктер, өткір қиықтар немесе шаш қыстырғыштары. Түстер әрине, сіз бір сәнді қара шалбар сатып алып тек оларды киюге болады, бірақ түсті модельдер әлде қайда қызықты көрінеді.